Түндікті ашатын кім? Қатын ашады. Еркек ашпайды түндікті. Қазақ айтады, қатын оянбай, еркек оянбайды дейді. Бірінші кім тұру керек? Қатынның бір ісі артық, қандай артық іс ол? Ол түндікті ашу. Түндікті жабатында қатын, ашатында қатын, түндік ашылмай үйге не кірмейді? Ырыс кірмейді. Таңертең алладан тарайтын ырысы, берекесін үйге кіргізетін сонда кім болып тұр? Қатын болып тұр ғой. Сіздер бірінші тұрасыздар ма үйде? Иә деп қояды. Сондан ерте тұрыңыздар. Сондағы сіздердің ең артық бір істеріңіз не? Терезенің пердесін ашыңыздар тұрып. Түндік жоқ қой енді. Неге? Ырыс, міне береке әйел деген кім сонда? Берекелі әйел деген ерте тұратын әйел. Сонда қазақ айтады ғой. Бетеге кетіп, бел қалады. Бетеге кетіп, бел қалар. Беттер кетіп, ел қалар. Берекең кетсе, нең қалар дейді. Сонда біздің қазіргі кездегі береке, сол берекені енгізетін кімдер? Сіздер, әйелдер, қатындар. Азор из стихи деген фильм көрдіңіздер ме сіздер? Азор из стихи. Сонда айтады ғой, бабеньки, ложитесь, стреляйте. Сонда қазақша видео аударыпты. Қатындар, жатындар, атыңдар. Сонда шалақын айтады, қарауыл, қана деген қатын болады. Сонда қатынның бірінші сорты қарауыл, ерте тұратын қатын. Қарауыл, қана деген қатын болады, ерте тұрады, түндікті оңынан ашады. Кетіп бара жатқанға көз салып, өтіп бара жатқанда адал алады дейді. Сонда өтіп бара жатқанда не өтіп бара жатады? Ырыс, береке өтіп бара жатады, таңертең өтіп бара жатады, сөзсіз бе? Соны алу үшін ерте тұру керек. Екінші қатын бар дейді, ол қыналы бармақ деген. Қына деген не деген сөз? Қына тасқа бітеді, ақыл қайда бітеді? Басқа бітеді, басқа. Сонда қазақтың бұрынғы әйелдері қыналы бармақ дейді. Мына бармақтарын 10 бармағын қынамен бояйды екен. Ол сұлулықтың белгісі емес, ненің белгісі? Шеберліктің белгісі екен. 10 бармағынан бал тамған шебер әйелді қазақ қыналы бармақ дейді екен. Сонда шалағын айтады, қыналы бармақ деген қатын болады дейді. Аз нәрсені көптей қылады, көп нәрсені көлдей қылады, тамағына қылшық тұрмайды, киіміне кір жұқпайды, бар дүниесі таза болады. Ер егіз, еңбекті, жалғыз деген ерінің бар жоғын білгізбейді дейді. Сонда қыналы бармақ қазақ әйелінің идеалы, қыналы бармақ. Тағы қайталап айтам, қыналы бармақты естеріңіз сақтап қалыңыздар. Бүгінгі осы салдан барлықтарыңыз қыналы бармақ шығыңыздар, қыналы бармақ болып. Қыналы бармақ дейтін қатын азды көптей қылады, көпті көлдей қылады, тамағына қылшық тұрмайды, жұқпайды, киіміне қылшық тұрмайды, барлық дүниесі таза болады, ер егіз, еңбексіз, жалғыз деген ерінің бар жоғын білгізбейді дейді. Міне. Сонда Машқұрсов атамыз айтады, ер қашан жалғыз дейді, жалғыз. Қатыны жаман болса, баласы тыңдамаса, қойы өліп атса, бизнес жүрмей атса, ер жалғыз болады дейді. Ал қашан ер егіз болады дейді. Қатыны жақсы болса, балалары тіл алғыш болса, келіндері инабатты болса, қойлары егізден, ешкілері сегізден қоздап жатса, ер егіз болады дейді. Сонда еңбекті деп кімді айтамыз біз? Еңбекті деп дейді. Еңбекті өмірде жолы болмаған сорлы бейшараны қазақ еңбекті дейді екен. Қазақтан мақал бар сонда. Еңбектің аты сорға жығылады, сордан шығып орға жығылады. Еңбектің үйінен етік басындай өлім шықсын дейді қазақ айтады. Енді үшінші қатынды айтайын ба, айтпайын ба? Әкесінің өлгенін естірсет айтайын. Үшінші қатын дейді. Мынау қыналы бармақ дейді. Ер егіз, еңбекті, жалғыз деген ерінің бар жоғын білгізбейді,
маңдайында бағы бар ерге жолығады дейді. Жалпы ер адамның бақытты болуы кімге байланысты дегенде, Машһүр Жүсіп атамыз айтады, Құдай оң қарайын деген пендесіне қатынын лайықтап жолықтырады дейді. Құдай оң қарайын деген пендесіне қатынын лайықтап жолықтырады дейді. Енді үшінші қатын дейді, ол жатып ішер дейді. Бар мұндай елдер? Кофе постель. Бар мұндай елдер? Бар ғой дейді, еркектер бар екен мұнда. Ақырын ғана мұңды дауыспен бар ғой дейді. Дауысында қанша мұң бар, қайғы бар еркектердің қазір. Бар ғой дейді. Сонда айтады шал ақын, жатып ішер дейді. Ашып атар дейді. Ол не деген сөз ашып атар деген? Ашып атар. Жалпы осы аудиторияда қазақтар бар ма өзі? Ашып атар деген не деген сөз? Еркегін әуретін, әурет деген білесіз, ұят жерлерін. Соны көрсетіп, атып алады дейді еркегі. Соблазнять етеді. Ана жезөкшелер жолдың бойында тұрады ғой, сандарын жарқыратып. Сонда қараңыз, шалақын айтады. Ол басқа оның еркегін жаулайтын өнері жоқ дейді, сөз бе? Оның бар сол атып алуы, аңдатып алғандай. Ашып атар дейді. Қазақ өзі айтады ғой, ер сөйлесе, еркек сөйлесе жол ашылады, қатын сөйлесе ет ашылады дейді. Ет ашылады деген не деген сөз? Әурет ашылады. Ұятқа қалады деп отыр, сөз бе? Сонда айтады, үшінші әйел дейді, үшінші қатын дейді, жатып ішер, ашып атар, сиыр жапасы сырпылдақ, бастама етік көрпілдек, сормаңда ердің маңдайына жолығады дейді. Міне сондықтан бүгінгі залға кімдер келіп отыр? Қыналы бармақтар. Қыналы бармақтар келіп отыр. Сол қыналы бармақтар үйдің берекесін кіргізіп. Қазақ өзі айтады ғой. Еңбек бөлісі деген болған қазақта. Сонда қазақ айтады, мал таппайтын еркек болмайды дейді. Сіз ойлаңызшы, қазақ сондаған, өйткені Құдай тағала сені мал табуға жаратқан еркек не сөз бе? Сонда қазақ айтады, мал таппайтын еркек болмайды, құрарын айт. Құрарын айт. Бала таппайтын қатын болмайды, тұрарын айт дейді. Яғни еңбек бөлісі капитализм кезінде емес, бізді үйреткенде, саяси экономиканы оқыдық қой, капитализм кезінде болды деді ғой бізді. Еңбек бөлісі қашан болған? Адам ата мен Хауа жаралғанда болған. Міне сондықтан сол мал табатын еркекті баптайтын, оның бапкері, оны қоштайтын, оған дем беретін, оған жігер беретін, мына отырған сіздер, қыналы бармақтар. Үйінде бар жоғын білгізбейтін. Үйінің бүкіл шаруасын реттеп отыратын. Сонда қазақ не дейді? Қазақтың несі қандай? Қазақтың, қалай айтсам екен, формуласы, қағидасы, өмір сүруінің қағидасы қандай дегенде қазақ айтады. Ерін баққан қатын елінді бағады дейді. Сонда елді бағу үшін сен еріңді бағуың керек. Сонда бақ деген не деген сөз? Бағу дегеніміз бен асыраудың айырмашылығы бар ма? Асырау дегеніміз тамақ беру, киім беру, ұйықтату, асырау ғана. Конфуций айтады ғой, біз малды да асыраймыз дейді. Егер біздің ата-анамызға дейін құрметіміз болса, олардың малдан айырмашылығы қандай дейді? Құрмет болмаса, ілтипат болмаса. Сонда бағу деген сөздің мағынасы не? Бағу дегеніміз жеміс ағашын егіп, соны баққан адамды қазақ кім дейді? Бағбан дейді, бағбан. Яғни түбінде сенің баққан, еккен ағашын жеміс беру керек. Жеміс. Дұрыс ба? Ал еркектің, яғни сен бағып отырған еркектің жемісіне саған ақша кеп беру ме?